Қайырлы күн, құрметті Дария ТВ арнасының көрермендері. Өткен бағдарламамызда Абай әлемінен бүгінге деген Абай қара сөздерін арналған талдау талқылау бағдарламамызды онылармен жалғастырамыз. Біз үшінші қара сөзге, әсіресе үшінші қара сөзді Абай атамыздың айтып кеткен адам бойында болатын жағымсыз мінез құлықтардың сипаттарын талдауға кірісіп жатырмыз. Бүгінде сол жағымсыз әрекеттердің кейбіреулеріне тоқталамыз. Оның арман жалғастырайық. Асылбек аға, қош келдіңіз. Рахмет. Сөзімізді Абайдың қара сөздерін оқып жалғастырайық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай талас пен кісі көбейтеміз деп партия жинағандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Бұл енді мынау басында айтып кеткен билікке таласқыштықтың бір сипаты сияқты. Қоғамда сондай жаппай қызметпен билікке таласу деген белең алып кеткен кезде қоғамның қарапайым мүшелерінің басы қатып қалған ғой, не істерін білмей. Сол дәуірде. Шынымен ғой, кәдімгі айналадағы жағдай өзгеріп кеткен да. Бұрын ондай нәрсе көрмеген ғой. Бұрын хандық жүйеге бағынып, билеріне дауларын шағым жасап, малын бағып, етін жеп, отбасына қарап, баласын тәрбиелеп, қымызын ішіп, сөйтіп аман есен жүрген адамдар бір қараса айналасында кәдімгі түлендірткендей жаңа билікке таласқыш, қызметке таласқыш, партияласқыш адамдар пайда болып бастады. Жауласқыш, дауласқыш, партияластық. Бір қарасаң біреудің жерін тартып апты деген әңгіме шығады. Ары күні анау адамның жерін анау тартып апты деген шығады. Анау ананың малын тартып алыпты, барымта жасапты деген әңгіме шығады. Содан кейін бірте-бірте өзінің малынан ажырап, жерінен, жайылымынан ажырап жатқан адам қайда барарын білмей, басы қатып қалатын жағдайға душар болады да. Ал енді сондай кезде шетел асып дейді. Шетел асып, мал іздемей, еңбек етпей, егін салмай, сауда жасамай, жаңағы сол елдің ішінде басқа жол іздеуге кірісті дейді. Міне осы жерде бір мән бар. Жалпы Абай атамыз ерте оянып, санасы ерте оянып, шетел асу, шетелдің өнерін, ғылымын, білімін үйрену деген мәселеге кіріскен адам десек артық айтқандық емес. Шетелдегі адамның бәрін жек көруге болмайды. Шетелдегі өнер мен ғылымның бәрі жаман екен деуге болмайды. Әлемде қанша мың елдер болса, олардың әрқайсысында өзіне тән керемет дәстүрлер, керемет өнерлер, ғылымдар бар. Құндылықтары бар әрқайсысының. Құндылықтар бар. Барып, шетелге барып, солардың сол жөнін көріп, солардың сол өмір тіршіліктерін көріп, қажет нәрсесін үйренгеннен адамның ештеңесі кетпейді. Одан сол шетелдің адамына айналып кетпейді ол адам. Бірақ жаңағы біздің қоғамымыздағы мысалға келтіріп отырған адам шетелге барып мал іздеуге оның несі жоқ, оның не географиялық тұрғыдан сауаты жоқ. Біріншіден, күн сайын ол кітап оқып отырған жоқ қой. Әлемде қанша мемлекет бар екенін, о жақта қандай халық тұратынын, олардың дәстүрі қандай екенін біліп отырған ол жоқ. Интернет жоқ, теледидар жоқ ол кезде. Олардың көзқарасы бойынша мүмкін жаңағы жер бетінде осы қазақ халқы, орыс халқы, тағы бірнеше ұлт, басқа одан ар жағындағы шетелдіктер туралы ой толғам деген нәрсе мазаламаған болса да керек. Өйткені осы тіршілікпен біте қайнасып табиғаттың бір баласы болып өмір сүрген халықпыз біз. Одан кейін не істейді? Жаңағы дүрбелең оқиғалар басталып кеткен кезде мәжбүрлікпен не істеді бұлар? Бұрынғы бағып отырған малын қоя салды, салып отырған егінін қоя салды, саудасын тастай салды да, үйренген өнерін далада қалды. Оның бәрін тастады да, енді сол жаңағы қоғамның талабы ретінде партиялар көбейді ғой. Біресе ана партияға, біресе мына партияға өзінің басын өзі сатумен айналысты дейді. Сөзіміздің басында айтып кеткен жалқаулық пен
еңбексіз мал табудың да тек қана біреудің сөзін сөйлеп, біреудің жанында мақтағыш, жақтағыш болып, еңбек етпей жүру де бар сияқты. Адалет маңдай терді жұмсап, мал таппаудың бір сипаты бар сияқты. Қалай ойлайсыз? Иә, сондай өндіріс, мысалы, енді қол өнері бар шығар ол кезде, қол өнері бар. Қол өнерінің ішінде де ат әбзелдері, ер тоқым, күнделікті өмірімізге қажетті нәрселерді жасау, сонымен жалпы жұрт емес, соның ішінде елеуде біреу адамдар ғана айналысады ол нәрсемен. Соған барып егар соқтырады, жүген соқтырады, әйтеуір ат әбзеліне қарасты нәрселерді жасатып алады. Біреулер киіз үй соғады ағаштан. Ал басқа өнер күнделікті өмірімізге қажетті. Жаңағы жерге мақта егу, мақтадан жібі еру, жіптен көйлек тоқу деген сияқты өндірістер ол кезде жоқ. Мысалы, киім киген кезде мүмкін теріні илеп, теріден шалбар киіп жүргенбіз. Мысалы, қойдың жүніне иіріп, сол түйенің жүнінен, қойдың жүнінен қыста шекпен кигенбіз. Мысалы, анау шетелге барған адамдар жаңағы барып малына әртүрлі киім кешек алып келіп, бала шағамызға сол шетелден әкелген киімді кигізіп жүргенбіз. Ал бірақ өзіміз өндіруге өндіріс орындары жоқ болды бізде. Одан кейін жерінен, малынан айырылған адам не істейді? Амалсыздан біресе ана партияға, біресе мына партияға тәуелді болады. Болды сол кезде. Иә, сондай жағдай болды. Ал қазіргі заман ондай емес. Қазіргі заман басқа. Қазір жаңа сіз айттыңыз ғой, небір момындың баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал іздемейді, ғылым іздемейді, білім іздемейді. Енді қазіргі заманға қарасақ, қазір оның тура қарама қарсы. Қаншалықты көп іздесең, қаншалықты көп шетелге шықсаң, қаншалықты білім іздесең, біздің мемлекетіміз, тәуелсіз Қазақстанымыз бүкіл жағдайды жасаған сияқты. Иә. Мысалы, енді жаңа сіз айтып жатқан кез, ол кезде енді мүмкіндік болмады, өздері тіл білмеді, жер білмеді, география білмеді деген сияқты ғой енді. Қазір бұның барлығы ашық, құжат бар. Қазақстан өте көп мемлекеттермен қарым-қатынас жасайды, бірақ соның ішінде менің ерекше айтайын дегенім, болашақ бағдарламасы деген біздің бір әлемнің көп мемлекеттерінде жоқ бір бағдарлама бар. Жоба болды. Жоба бұл. Қанша жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр. Жылына қаншама мыңдаған, жүздеген студент әлемнің ең мықты алғашқы топ 100-ге, топ 200-ге кірген жоғары оқу орындарынан барып білім алып келеді. Мемлекет бұның ақшасын төлейді, стипендиясын төлейді. Барған студенттердің жолын, жатарын, тамағын, барлығын төлеп келгеннен кейін 5 жыл, 7 жыл мемлекетке тынбай қызмет етуіне жағдай жасайды. Әрине енді салыстырмалы түрде шетелдегі биотехнологиялық, химиялық, физикалық зертханалар бізде жоқ болуы мүмкін, бірақ жалпы сол жақтан оқып кеп те өте көп үлес қосқандар бар да. Демек, Абайдың 150 жыл бұрынғы, 175 жыл бұрынғы армандап кеткен арманы қазір тәуелсіз Қазақстанда іске асып жатқан сияқты. Иә, егер қадіріне жететін болса, қадіріне жетіп, кәдімгі оны бір мүмкіндік ретінде қарайтын болса, оған қазіргі жаңа заманның, онда содан көп пайда шығаруға болар еді қазір. Мысалы, өйткені алатын нәрсе көп қой шетелде. Ол кім болса, ол болсын. Қытай бола ма, шүршіт бола ма, итальян бола ма, француз бола ма, жапон бола ма, барып со жақтың көп нәрсесін алып келуімізге болады. Мысалы, Қытайдың өзінде кәдімгі бір қалада аппараттар сатады екен, өндіріс аппараттар. Біздің ауылда сиырдың сүті бар, содан не жасауыма болады деп барып айтсаң, онда мынадан қаймақ жаса, сары май жаса, мынандай тәтті сүт жаса, құймақ жаса, құрт жаса деп 5-6 аппаратты қолыңа ұстатып жіберуі мүмкін сен. Жерде кәсіппен айналыс. Елге жаңағы адал, пайдалы тағаммен айналыс. Бұл керемет жағдай. Осы жерде тағы бір нәрсе бар сияқты. Мысалы, өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жинағандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Бір жағынан
мынау заманың түлкі болса тазы болып білдейді ғой. Заманында бір боран соғып отыр, боранды күн итпен бала тұрады деген екінші бір түсінік тағы келеді бізде. Жаңа сіз айтқан алай-дүлей билікке таласқан, бір-бірінің үстінен арыз жазған, бір-бірінің орнына болыстыққа, старшиналыққа, билікке таласқан бір дәуір жүріп жатыр. Бұлар да соны пайдаланып, бүгін біреуін жақтап, бүгін ертең біреуін жақтап, әйтеуір бір итшілеп өмір сүріп жатқан сияқты. Ғылым білім алатын, жаңағыдай шетелге шығатын жағдай жоқ, өнер үйренетін жағдай жоқ. Сондай бір не сияқты. Қалай ойлайсыз? Иә, сондай. Бірақ енді біз қазіргі тұрғыдан алған кезде, қазір шындығында мойындау керек қой. Бір жайбарақат, әдемі кезеңдеміз біз қазір. Дәл қазір. Ол жаңағы алай-дүлей дүрбелеңмен салыстырған кезде басылды, күн шықты. Мүмкіндігіміз көп біздің. Әрқайсымызға мүмкіндігіміз көп. Кез келген адамға. Кәсіп жасауға, білім, өнерге. Иә. Кәдімгі өзіңнің орныңды ойып тұрып алуға мүмкіндік бар қазір. Бірақ тек соның кілтін таба білу керек болып тұр ғой. Кілтін таба білу керек. Жалқаулық танытпау керек. Соның бірінші кілті мысалы ағылшын тілін оқу деп ойлаймын. Мысалы, ағылшын тілі курстарына барып, кәдімгі өзіңнің ана тілің сияқты, бірақ әрине ана тіліңді ұмытып кетпей, өзіңнің ана тілің сияқты ағылшын тілінде сөйлей алатын болсаң, кез келген шетелге бара аласың. Ешқандай аудармашысыз бара аласың. Бұл бір. Екінші, компьютердің тілін білу керек. Заман соның заманы болып кетті қазір. Қазір, мысалы, осы Қазақстанда отырып, шетелмен дәл осы жерде байланыс жасай беретін заман болып кетті IT саласында. Осы жерде отырып жұмыс істей бересіз. Сонда бір адамның кемінде 3 несі болу керек сияқты, қабілеті. Өзінің мамандығы, жақсы көретін қабілеті, саласы, одан кейін тілі, шет тілі, одан кейін компьютер тілі. Осыны әр адамға кәдімгі міндеттеп тұрып үйрететін сияқты, әр адам білсе, ол мына заманда жаман болмайды ол. Ал егер осы шет тілін білмесең, шетелде не болып жатқан нәрселерге мән бермейтін болсаң, жаңа ғанау әр партияға бүйтіп жалтақтап жүрген адамның күнін біз бүгінде де кешуіміз мүмкін. Көрдіңіз ба? Ол кезде мүмкін. Қай жерден еңбек етпей, тер төкпей, оңай жолмен мал табам деген оймен, жалған оймен жүре береміз. Егер еңбек етпесек, тер төкпесек. Жалғастырайық. Ұрылар тиылмайды. Ұрылар тиылмайды. Неге? Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлде неше есе асырады. Бұл жердегі ұрылар тиылмайды деген нәрсе. Неге сол дәуірде ұрылар тиылмады енді? Қас күні. Мысалы, сөзіңіз аузыңызда старшинасы бар, биі бар, болысы бар, жаңағы орыстың генералдары бар мысалы. Енді бұл қас күнемдік деген мінезді айтты ғой. Сол қас күнем өзінің шегіне жеткен кезде, ең шыңына жеткен кезде ашықтан ашық ұрлық басталып кеткен ғой. Басында жасырып ұрлау, тығып ұрлау, айтпай ұрлау, ептеп алу деген болып жүрген болса, кейін беттері ашылып кеткеннен кейін адамдардың бір-біріне деген кәдімгі ашықтан ашық ұрлыққа кірісіп кеткен ғой. Барып ананың жылқысын тартып алу, мынаның жылқысын тартып алу деген сияқты, малын тартып алу, жерін тартып алу деген сияқты күшпен бағындыру біреуді деген мәселе. Бұл не істеп кеткен? Кәдімгі етек алып кеткен. Қоғамдағы қалыпты жағдайға айналып бара жатқан еді. Міне сол кезде біреудің малын ұрласа, бір жағы ұры. Ал анау екінші жақ ұры болмай, сау болса, таза болса, сау болатын болса, қоғамда ұрлық тыйылуы мүмкін еді. Ал мына жағы ұры болып, ұрланған жағы ол да қоғамға ілесіп, ол да ұрыға айналатын болса, ұры және ұры топтары көбейген кезде айналада ұрлық тыйылмайды. Өйткені мынау ұрлық жасайтын болса, басқа бір ұры бұны арқасынан қағып сүйей алады.
соған сүйеніп бұны ақтай алады бір адамдар. Өзі ұр адам мына ұрын ақтап алады да. Өзінің ұрлығын жасыру үшін мына ұрынды ақтайды. Көрдіңіз ба? Сонда ел тыныш болса ұрлық тыйылар еді дейді Абай атамыз. Ел тыныш емес қой. Ел екі жар болған соң. Екі жақтың екеуі де ұрлықпен айналысып жатқаннан кейін, бірін-бірі қинаумен, бірінің-бірін малын тартып алумен айналысып жатқаннан кейін, ортадағы адам тыйылсын ба? Бүкіл ел солай екен дейді да, ол барып ұрлығын ары қарай жалғастыра береді. Ал егер ел тыныш болып, бірен саран ұрылар болса, әр жерде бір, ол кезде адам ұрлыққа бармауы да мүмкін еді. Әйтпесем бұл ұрлық деген нәрсе, жеті атамыздан бері қарай тыйылып келе жатқан дүние ғой. Мал ұрлығы деген ол жазасы өте ауыр болған. Ал бірақ мына жерде кәдімгі бет ашылып кеткен заман ғой. Былайша қылмыстың бет ашылып кеткен, ар санамайтын, ұят санамайтын, қылмыс санамайтын кезеңге келгенде ол ұрлық деген нәрсе. Мынау қорғансыздың күні деген әңгіме. Мұхтар Әуезовтің бір әңгімесі бар ғой. Енді өте үлкен бір трагедиялық шығарма. Соңында сонымен бітеді. Бір үйдегі үш ұрпақ, үшеуі де сол дәуірдегі жаңағы ұрлықтың, зұлымдықтың, жаңағы заңсыздықтың құрбанына айналған. Демек, бұл заңсыздықты, сол ұрлықты жасаған, зұлымдықты жасағандар жазалайтын екінші бір таза жақ жоқ деген сөз. Үш ұрпақты да құртып жатыр. Мысалы, былайша әжесі, келіні, одан туған немересі үшеуі де зұлымдыққа ұшырайды ғой енді, әңгіме бойынша. Бұл бір не, енді шындық қой, енді сол кездегі Әуезовтің жазып кеткен. Сіздің жаңағы ел екі жақ болса, ұрлық тыйылмайды деген Абай айтқан кезде сіз айтып жатсыз, екі жақта ұры. Ортада ұры жүре береді. Бір күн мына жақты жақтайды, бір күн мына жақты жақтайды. Жарғанат деген түнде ұшады деген бір әңгіме бар ғой. Сол есіме түсті, қызық. Кезінде құстар мен хайуандар екіге бөлініп соғысатын бопты дейді. Сөйтіп әркім өзінің жақтастарын шақырады да. Жарғанат жүреді ортада, құстар шақырады дейсің, ұшасың ғой, қанатың бар, ұша аласың, бізге кел, бізді жақта дейді. Жоқ, мен хайуанмын ғой дейді, мен денем тышқан, ұқсайды. Мен хайуандарға барам дейді. Хайуандар айтады, кел бізге, сен бізге ұқсайсың ғой десе, жоқ, мен құспын ғой ұшатын, мен құстар жақтаймын дейді. Екі жақта да жоқ жай. Ойлайды, қай жақ жеңсе, сол жаққа бара салам дейді. Жаңа ұры сияқты. Тура соның мысалы бар мынау жарған. Сөйтіп, белгілі бір себептермен екі жақ соғыспайтын болады, бейбіт келісімге келеді. Екі жақта қан төгілмей соғыспағаннан кейін той тойлайды. Әркім, хайуандар өз жағын тойлайды. Соғыс болған жоқ, бейбіт жеңіске жеттік. Құстар өздері тойлайды. Сөйтіп енді жарғанат хайуандарға келеді. Сендермен бірге тойлайын да, менен денем хайуанға ұқсайды ғой. Жоқ, сен ұшасың ғой, құссың ғой, құстарға бар дейді. Сосын құстарға келсе айтты, сен хайуанға ұқсайсың ғой, хайуанға бар дейді. Сонымен не аңды емес, не мұндай емес. Сөйтіп жаңа жарғанат екі жаққа да көрінбейтін болып, ортада қалып, түнде ұшатын болыпты деген. Не деген ғажап. Қазіргі заманда да енді қарасаңыз, сондай бір көзқарасы, құндылығы, біліктілігі, білімі, өзінің бір адамдық, рухани құндылықтар отырмаған адамдар көп сияқты өмірде. Енді ол Абайдың дәуірінде де солай болған. Қай жақ пайдалы болса, қай жақ оның жаңа өзінің қалауына, нәпсісіне, бір несіне жағымды болса, сол жаққа кете салады. Қай жақ жағымсыз болса, сол жақ тастап кете салады. Қазірде де сондай адамдар көп сияқты қоғамда. Енді осы тұста Қазеке, мынау біздің осы бағдарламамыз бар ғой, Абайдан бүгінгі деген. Осыны бір мұғалімдер көріп, оқушыларына көрсетеді екен. Хабарласып жатқан адамдар бар, жекеге шығып. Оқушыларымызға 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптың оқушыларына да көрсетіп отырмыз. Осы жерден бір Абайдың әлемінен бір кәдімгі бір тамшыдай болса тәлім алайық деп. Соны ескерген кезде мынау жас өрендерге біз айтатын нәрсеміз қазіргі бұл заман қазір мүлдем басқа. Абайдың дәуіріндегідей емес.
Қазір ұрлық жасаудың қажеті жоқ. Ешқандай ұрлық жасаудың. Қазір білімділердің заманы. Осы айтқым келген нәрсе. Өнерлілердің заманы. Қолынан іс келетін қабілеті бар адамдардың заманы. Және адамдарға адамшылық жасайтын заманы. Мынау қоғам ше. Соған тәрбиеленуіміз керек біз. Қазір біздің қоғам. Егер көріп жатқан біздің жастарымыз болса, жас өрендеріміз болса, мұғалімдер қауымы көріп жатқан болса, осы бағдарламаны соларға айтатынымыз біздің кәдімгі алдағы заманымыз біздің кәдімгі жарқын болашақ күтіп тұр. Бұрынғы анандай ештеңе ақпаратымыз жоқ, біліміміз жоқ, сауатымыз жоқ кездегідей емес қазір. Қазір біз басқа бір өркениетті жаңағы рухани байлықпен сыртқы байлықты қоса ұстай алатын екі қанаты бар мықты өрендерге айналуымыз керек деген ойды айтқым келіп отыр да мына жерде ше. Біздің Абайдың қара сөзінен бүгінге алатын бір жаңағы зәредей түйініміз осы сияқты болып тұр. Набзатысында сол шығып тұр ғой енді. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік шапты, талады деген әртүрлі қылмыстық іс қозғалып тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлар да әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өз қулық адамдықпен болыстыққа жеткен соң момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып жәрдемі тиеді деп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп ойлайды. Ой, бір кәдімгі ашы шындықтың беті ашылып жатыр да бұл жерде. Кәдімгі елдің ішіндегі болып жатқан жағдай ғой. Көп емес жақсы адамдар асылдың саны аз болады дейді ғой негізі. Сол азғантай жақсылардың өзін қоғамның белсенді ісінен аластату үшін солардың үстінен әдейі арыз жазып, өтірік куәлер дайындап, солардың басын тергеуге жіберу деген қулыққа дейін барған екен. Сол дәуірде. Сол дәуірде ше. Қолдан жасалып отыр. Сол система орнатылып отыр. Бұндай негізі жоқ еді, тағы да айтамыз. Ондай нәрсе жоқ еді, бір жақтан үйренгенбіз біз бұны, бір жақтан жұққан бұл аурушы бізге. Қай жақтан екен, бір жақтан бір жұққан аурулардың бірі осы. Арыз жазушылық, өтірік куә беру, таза адамның басына тергеу ашу. Себебі біреу ақ. Себебі билікке араласпасын, қызметке араласпасын, болыстыққа араласпасын. Маған қарсылас болмасын. Жақсы адамдар. Сөйтсін, оларды адамдар қатарынан, жаңағы кандидаттар қатарынан шығарып тастау керек болып тұр. Сол дәуірдегі. Ал енді басы өзінен өзі айдалада жүріп, басы іске шатылған адам не істейді? Ақтайын десе, мынандықтан жала жабылып тұр. Біреуге барып, ойбай көмектес дейін десе, соған тәуелді болайын деп тұр. Көмектеспе дейін десе, басы іске шатылып тұр. Екі ортада жақсы адамдарға да сондай бір матрица, осындай бір ортада қалып тұр. Бір жол жасалып тұр ғой адамдардың өміріне ше. Сондай бір қайтсе де сол жолмен жүргізілетін бір сондай бір керемет жұмыс жасайтын бір система орнатылып тұр. Өкінішке қарай сол системаға қаншама адамдар не болды, құрбан болды ғой. Ол Абай дәуірінде де, Абайдан кейінгі Алаш ордашылардың кезінде де, біздің қаймағымызды алып тастаған кезде, мысалы, қаймақты алып, құр көк суды қалдырған кезде, көк су ештеңе істей алмайды. Көк суда қонар жоқ, нәр жоқ. Қаймақтарымыз солай кетті ғой.
және бір ащы нәрсе, өзімізді жасадық қой сондай. Құрбандыққа өзіміз шалдық. Соны бір оянып, ей, тоқтаңдар, есімізді жинайық, біріміздің үстімізден біріміз арыз жазбайық дегенге келтіретін бір адам табылмай тұр ол жерде. Өйткені естиярлық деген сол ғой, ел болуға шақыру деген нәрсе, адамдардың қоғамның үстінен қарай алу деген сөз. Қоғамда болып жатқан жағдайларды үстінен бір қарайтын болсаң, не болып жатқанын, ол кезде адамдарға бір нәрсе айтуға болар еді. Ал біз соның ішінде жүргеннен кейін адамдар, сол жүйенің ішінде жүргеннен, қазір бізге оңай, айтуға оңай. Біз оны көріп отырғаннан кейін айтып отырмыз. Ал егер соның ішінде жүрсек, біз де айта алмас едік. Бұл да анау бір фильм көріп отырған кезде жақсы көрген бір кейіпкеріңізді біреу артынан атайын деп жатса, ұрайын деп жатса, біз айтамыз ғой, ей, абайлы артында бар деп, образға кіріп кетеміз да. Тура сол сияқты бізде енді қазір демократиялық қоғамда, тәуелсіз Қазақстанда конституция орнаған, заңдар орнаған, халықаралық конвенциялар орнаған бір мемлекетте өмір сүреміз. Көп нәрселер реттелген. Абай дәуірімен салыстыруға келмейтін деңгейде. Бірақ сол Абай дәуіріндегі сол өтіп кеткен тарихтағы ащы нәрселер көрсін, былай істегенде былай болар еді. Былай істегенде былай болар еді деген үлкен бір ішімізде бір не бар. Мысалы айтып отырсыз ғой, теңіздің жағасында тұрсаң, ана қайықтың қалай қисайып баратқаны анық көрінеді ғой. Былай жүргенде дұрыс болар еді ғой, ана былай жүргенде дұрыс болар еді ғой деп ақыл айту оңай ғой. Сол тұрғыдан біз айтып отырмыз қазір. Олардан ақылды емес біз негізі. Абайлардан, Абайдың дәуіріндегі данышпандардан ақылды емес біз, бірақ қазір бізге көрініп отырған шындық осы. Оларды содан құтқаратын адам керек еді. Кәдімгі түсінетін жағдайды ше. Кәдімгі өзіміз дұшпанның аяғына жығып бердік қой, былайша айтқан кезде. Бірақ не үшін десең, тұрады ма сол қызмет деген нәрсе, билік, болыстық деген нәрсе өзіңнің туған бауырыңды, ағайыныңды, өзіңнің қандасыңды, діндесіңді барып құрбандыққа шалып жіберуге болыстық деген нәрсе тұра ма? Тұрмайды ғой негізі ол. Таразға салыстыра, екеуін таразға қоятын болсақ, болыстық дегенмен адам деген құндылықты, болыстық түкке тұрмайтын қолдың кірі. Уақыттық. Бүгін бар, ертең жоқ. Оны Абайды айтпай ма? Болыс болды мінекей, бар малымды шығындап, атанда қом, атта жал, қалмады елге тығындап деген. Мәз болады болсың деп. Болыс 3 жылға сайланады дейді ғой, бірінші жылы болыс болған халық біз сайламадық па деп өтеді, екінші жыл кандидатпен аңдысып өтеді, үшінші жыл қайтадан болыс болуға дайындалып өтеді деген. Оданша жай, таза, қарапайым, адал перзент болсаң, елдің ішіндегі лайық болсаң, ел өзде сайлар еді ғой. Дұрыс па? Оншалықты қиянатқа, оншалықты зұлымдыққа баратындай не күндуді деп ойлайсың да басымызға сол кезде ше, Абайдың дәуірінде. Енді бұл жерде мысалы сөзіңіз аузыңызда шынында лайықты бір ер азамат болсаңыз, елім деген. Елде сізді ерім деп көтерер еді. Мысалы, Абайды болыс қылды, болыстан кейін Төбе би сайлап, Қарамолла съезінде Төбе би сайлады. Мысалы, 1885 жылы Абай Қарамолла съезінің жаңағы жарғысын жариялады. Тек қана Абай ғана емес, бұл бір мысал. Мына жақта Алтынсаринді ол Торғай облысының білім бөлімінің жауаптысы болумен қатар жаңағы халыққа билік айтатын сол кездің деңгейінде бір Төбе бидің рөлін атқарған. Мысалы қарайсыз, соншама енді қазіргі деректерді айтып жатырға 1,000 алашордашылдарды атып тастады деп Совет одағы. Кейбір деректерде 21,000 деп айтып жатыр. Зиялы қауымды атқан. Соншама мыңдаған зиялы қауымның ішінен Әлихан Бөкейханды халық сайлады. Лайықты бұл біздің мемлекетті басқаруға алып жүруге біз бұған сенеміз деген сияқты. Әр дәуірдің өзінің бір сонда заманына сай сұлтандары, халқына ұлтан болып қызмет еткен сұлтандар болғанда, демек сіз ұлтан болып қызмет етсеңіз, халықта сізді сұлтан деңгейіне көтереді деген сөз ғой.
Енді мына жерде әлде қашан оған куәлік ететін адамдарды дайындап қойған. Көрмегенді көрдім, естімегенді естідім деп жалған куәлік беретін дейді. Дүниедегі ең жаман нәрсе өтірік, жала жабу және жалған куәлік қою. Мына дүниедегі ең жаман нәрсенің ақыры жаман болатыны ше. Адамның өзіне де жақсы болмайды. Өтірік пен жаланың ше. Бізде қазақта жақсы сөз бар ғой. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады дейді. Біреуді жүйесіз сөз айтып өтірік айттың ғой, жала жаптың ба? Соған егер сенің сөзің лайық болмайтын болса, сол қарғыс айналып келіп, тура сені және отбасыңмен бірге ұрады. Мына заманнан көріп отырған шындығымыз ол. Сондықтан өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дейді ғой. Өтірік айтып, жаңағыдай бір бура болып жүргенше, елге сұлтан болып жүргенше, кәдімгі шындықты айтып, қарапайым адам болып жүрген жақсы. Қарапайым елдің ішіндегі өтірік айтпайтын, жала жаппайтын адамдар шын абыройдың егесі болады олар. Ақсақалдар. Көп адам танымауы мүмкін, бірақ бүкіл ел сыйлайды оны. Өйткені ол өмірінде өтірік айтушылықпен айналыспаған, ешкімге жала жаппаған, өзінің абыройын болмайтын нәрсеге төкпеген. Бұның бәрін қойшы. Ертең 70-ке келсең бар ғой, өзіңше 70-80-ге келсең, артыңдағы өміріңе бір қараған кезде өзіңнің ана иттіктерің есіңе түссе, біреуге айтқан өтірігің, біреудің үстінен жазған арызың, біреуге жапқан қара күйең, біреуге жапқан жалаң, бәрі өзіңнің көз алдыңнан кино болып 70-ге келгенде өтетін болса, одан асқан өкініш бар ма? Ол бір жағы, енді өзі өкініп тәубаға келсе жақсы ғой. Енді оның себеп болуымен қаншама отбасы қираса, қаншама жесір қаңғып, жетім жыласа, оның көз жасы да енді бұл адамды оңдыртпайды ғой. Жалған куәлік берген, жалған өтірік айтқан, біреудің кесірінен біреуді жаңағы тақтан тайдырған, байлықтан тайдырған, биліктен тайдырған, бақытынан айырған деген сияқты. Мынандай бір не бар ғой? Бір патша халқының арасын аралап жүреді екен. Ескіде халқымның жағдайы қандай, не әңгіме айтады екен мен деп жаман киініп аралап жүреді. Көшеде біреу жатады екен, басына бір кесек алтын жастап. Сол дәуірде сондай бір бақытты заман болса керек, бір кесек алтыны болса ешкім тиіспейді. Не істеп жатсың дейді, ақыл сатам дейді де мынау жатқан адам. Қанша бір ақылым 1000 ділда дейді. Қазіргі ақшамен айтқанда 100 000 теңге деген сияқты. Қазірде ақыл сатқыштар көп қой біздің қоғамда. Сөйтіп жақсы деп жаңа 1000 ділдасын береді. Мынау айтады, не істесең де ойланып істе, ойланбай істеген ісің өзіңе үлкен зиян келтіреді дейді. Осы ма ақылың? Я осы дейді. Болды деп ақшасын төлеп, хан үйіне келгеннен кейін осы сөзді әр жерге жазып қояды. Үйінің кіреберісіне, сарайына, жататын жеріне, тамақ ішетін жеріне. Бір күні шашын алдыруға шаштараз шақырады. Сөйтіп шаштараз келе жатады, кіреберісте бас уәзір ханның шашын қандай ұстарамен аласың дейді. Енді бұл қарапайым шаштараз айтады, мен өзімнің ұстараммен алам дейді, қарапайым үйренген. Басқа не ұстара бар менде? Жоқ, мына ұстарамен ал деп алтыннан жасалынған ұстара береді. Сөйтіп жаңағы шаштараз кіріп келген кезде мына жазуды оқиды. Не істесең де ойланып істе деген. Сөйтіп ойланады да, өзінің жаңағы алтын ұстараны бір жаққа қойып, өзінің ескі ұстарасымен ханның шашын алады. Шашын алып болғаннан кейін хан ашуланады. Сен алтын ұстараңды менен қидың ба? Неге жаман ұстарамен менің шашымды алдың, неге алтын ұстарамен алмадың деп. Сөйтіп жаңағы шаштараз айтады, мен мынау жазуды көрген кезде ойландым дейді. Негізі бұл ұстараны сіздің бас уәзіріңіз беріп еді, алтын ұстараны. Бірақ мен мына жазуды көрген соң ойландым, ойланып істеп жатырмын.
өзімнің білетін, сенетін ұстарамен алайын ханның басын. Мына алтын ұстарамен бір ханға бір зиян тисе мен жауап бере алмаймын деп, шындықты айтады сол жерде. Өтірік айтпайды. Мен сөйттім, бүйттім деп. Содан кейін хан бас уәзірді шақырып, жаңа ұстарамен бас уәзірдің шашын алдырады, бас уәзір тіл тартпай қайтыс болады. Өйткені ұстара умен суарылған. Демек, әр қоғамда жалған істеу, жалған айту, арамзаның құйрығы бір тұтам деп айттыңыз ғой бағана. Демек, бас уәзір арамзалық жасады, ханның орнын тартып алғысы келді. Бірақ Алла тағала өзін таптыртты соңында. Енді біз не істеуіміз керек? Енді осы баптың енді қорытындысын шығаратын болсақ, біз жақсылық ойлауымыз керек адамға. Қастық ойламауымыз керек. Бір қызметімен өсіп атқан адамды көре алмағаннан гөрі соған қуана білген жақсы. Тілеуін тілеп. Біреудің, бір ағамыздың, мысалы, бауырымыз ғой. Бүкіл қазақ жалғызым дейді ғой. Әрбір қазақ жалғызым деген сөз бар. Бақыт ағамыз көп айтады. Сол айтқандай, әрбір бауырымыздың, әрбір жалғызымыздың көтерілгенін, бай болғанын, жаңағы билікке келіп жатқанын көрген кезде біз қуануымыз керек. Інілеріміз, мысалы інілер. Ал ана ағалар, сол билікке барған, қызметке барған, солардың тілеуімен жүрген адамдар, төмендегі тілеулестерін ұмытпау керек. Соларға еш уақытта өтірік айтпау керек. Оларға еш уақытта жаманшылық жасамау керек. Не істесе де солардың пайдасына, солардың мүддесіне жұмыс жасайтын болса, ол да абыройлы, ел де абыройлы. Елдің берекесі сондай кезде келетін сияқты. Соны айтайын деп едік. Біраз нәрсені талқылаған сияқтымыз. Үшінші сөзге арналған талдау талқылауымызды осы жерден бір бағдарламамен бір тоқтатайық. Келесі бағдарламамызда жалғастырармыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Әрине біз Абайдың қара сөздерінен, Абайдың бізге қалдырған мол мұрасының дәриясынан, ыдысымыздың өлшемімен, шамамыздың, ақылымыздың, тіліміздің жеткен өлшемімен мүмкін болғанша талдап, талқылап, халыққа ұсынуға тырысып жатырмыз. Бәлкім бұдан да артық білетін, ойланатын, түсіне алатын, талдай алатын, көзқарас білдіре алатын оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз болуы мүмкін. Әрине каналымызға жазылып, пікірлеріңізді бөлісіп, көзқарастарыңызды білдіріп, келесі 4-ші, 5-ші, 6-ші қара сөздерге арналған пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, онда бізге ұсыныс жасасаңыздар, қуана қарсы аламыз. Қош сау болыңыздар.